Сәлем, мен сүйікті көрермендерім. Сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен үйдің сары майын жасайтын боламыз. Ең бірінші менің арнама тіркеліп, лайк басып, қоңырашаны басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Ол үшін бізге екі ағзат керек. Бірінші бізге үйдің кілегейі керек, және де су керек. Кілегей қатты болу керек, міне. Осындай сұйық болмау керек, қатты болу керек осындай. Енді кілегейімізді жақсылап мұжғылаймыз, оның су шығу керек. Мінекей достар, байқағандарыңыздай менде осындай суы шықты. Енді біз оны тастай судың астында жуамыз. Мен өстіп суын шығару үшін 10 минуттай уақыт кетті. Мінекей достар, өстіп салқын суда жуамыз. Көбірек жусаңыздар майда артық дәм болмайды. Көбірек жуған дұрыс. Сонымен достар, біздің майымыз дайын, өте күшті болып шықты. Бұл қазір жұмсақ болып тұр. Бұл қатқан соң өте дәмді май болып шығады. Мен қалғанын тоңазытқышқа салып қойдым. Сіздер тұз қосып жіберсеңіздер де болады. Өте күшті болып шығады, ешқандай қоспасыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ендеше сіздерге рецепт ұнаса, лайк басып, арнама тіркеліп, қоңырашаны басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Ендеше ас дәмді болсын. Сау болыңыздар.